Қайырлы кеш, достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін екінші сыныптың қазақ тілі екінші сынып бірінші бөлімнің 53-ші қоңырауындағы жаттығуларды айтатын боламын. 11-ші жаттығу. 11-ші жаттығу оқы, мәтін не туралы, мәтінге ат қой, мәтін кейіпкерлерінің тіршілік ететін ортасын анықта, содан өзің қорытынды жасап көр. Енді мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемдерді теріп жаз дейді. Бұл жерде бірінші сұраулы сөйлем дүние деген не? Дүние деген не деп сұрады кішкентай шабақ. Сосын дүние деген не деп деді ақ аюдың қонжығы. Және лепті сөйлем бұл жерде дүние деп біраз ойланды да ол мұзды таулар, мұз алаң оның астындағы су деді. Бұл жерде тоже лепті сөйлем мінекей. Және міне тағы да лепті сөйлем. Бізде просто тетрадьқа сыймай қалды, сондықтан біз жазған жоқпыз. Алақай дүние дегеннің не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Бұл екі сөйлем лепті сөйлем және сұраулы сөйлем. Осы сөйлемдер келесі жаттығу. 13-ші жаттығу. 13-ші жаттығуда мақалаларда қатесіз көшіріп жаз, мазмұнын түсіндір. Жай ғана көшіріп жазамыз. Енді 15-ші жаттығу. 15-ші жаттығуда біз қалай жаздық? Бұл жерде тапсырманы өздеріңіз білесіздер, иә? Шарлардағы сөздерден сөйлемдер құрап жаз. Осы сөйлемдерді мәтін шығатындай етіп орналастыр. Біз бірінші былай жаздық. Үрленген шар аспанда қалықтай ұшты. Екінші, қарға оны ұстап алды. Ол шарды ағаштың бұтағына байлады. Осылай жаздық біз. Келесі тапсырмасы мәтінді әрі қарай лепті сөйлемдерді қатыстыру арқылы жаз. Жалғастырып жаз. Біздікі кішкене қате болып қалды, сондықтан замас етіп жаздық. Біз соңында былай жаздық. Сәния анасына қараңыз, шар қалықтап ұшып бара жатыр деп жаздық. Енді келесі тапсырмасы сөз жұмбақтан жер бедеріне қатысты жасырған сөздерді тауып боя. Ол сөздер ойпат, жазық, төбе, жыра. Мінекей.